Әңгіме Құрмаш есімді кішкентай қойшы бала және оның үлкен ағасы Қасен тұратын ауылда басталды. Bir күні Қасен қасқырлардың үнін тауып, ана қасқырды өлтіріп, оның күшіктерін алып келеді. Барлық күшіктер өлтіргенде тек біреуін ғана Құрмаш аяп өзіне алады. Бұл болашақ көксерек еді. Құрмаш күшікті өзінің үй жануарында бағады. Оған көксерек деп ат қояды. Ол көксеректі жақсы көріп, онымен ойнайды. Көксерек те біраз уақыт ауылда өседі. Алайда қасқырдың табиғаты өзгеше ғой. Ол үлкейе келе жабайылана бастады. Айналасындағы адамдар мен үй жануарларына қауіп төндіре бастаған соң, үлкендер, әсіресе Қасен мен әжесі, оны құрту керек деп айтады. Олар қасқыр адамның қашауы, оны аяуға болмайды деп ескертеді. Ақырында көксерек ауылдан қашып, таутасты мекендеген қасқырлар тобына қосылады. Ол өз табиғатына сай жабайы өміріне қайта оралады. Көп ұзамай көксерек қасқырлардың көсемі болады. Ол өте айлакер, күшті және қатыгез жыртқышқа айналады. Көксерек өзінің қасқырлар тобымен ауылға шабуыл жасап, малдарды қыра бастайды. Қойшылар көксеректі ұстауға тырысады, бірақ ол өте сақ болады. Соңында көксерек бастаған қасқырлар тағы да ауылға жақындағанда, онымен Құрмаш кездеседі. Құрмаш көксеректі өзінің бұрынғы досы ретінде көріп, оны аяғын сипайды. Бірақ көксерек енді үй жануары емес. Ол нағыз жыртқыш болып кеткен. Ол өзін еркелетіп тұрған Құрмашты танымай, оны шайнап өлтіреді. Бұл Құрмаштың қасқырды аяғаны үшін төлеген өкінішті құрбаны болады. Әңгімедегі басты идея жабайы табиғаттың заңы басқа, оған мейірімділік таныту өте қауіпті. Әкесі мен әжесі дұшпанға аяушылық білдірме деген ескертуінің дұрыс болғанын көрсетеді. Қысқаша айтқанда, көксерек жас бала Құрмаштың жабайы табиғатқа деген аяушылығы мен мейірімі. Алайда сол қасқырдың көксерек жабайы табиғатына қайта оралып, өз досын Құрмашты өлтіріп кетуі туралы қайғылы оқиға.